Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай қиярдың қалай тұздау керек тәсілмен бөлісетін боламын. Осы әдіспен дайындап көрсеңіздер, сіздердің қиярларыңыз атылмайды және де өте қытырлақ болып шығады. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар достар. Бізге керегі достар қияр, укроптың жаңағы зонтиктары, қант, тұз, бұрыш, домалақ бұрыштар және гвоздика керек болады. Сосын бар лавр жапырағы, чеснок және де уксустың 70% керек болады. Енді менде 2 литрлік банка, соған бірінші астына зонтиктарымды салып шығамын. Астына бір лавр жапырағы мен бір чеснок саламын. Бір гвоздика және бір бұрыштар салып қоямын. Енді үстіне огурцыларымды орналастырып шығамын. Осылай орналастырып шығасыздар. Алдын ала су қойып қойыңыздар. Осыған қазір біз қайнаған су құятын боламыз. Осының арасына нелерімізді чеснокта салып жіберіңіздер. Және де кішкене бұрыш пен гвоздика салыңыздар. Осылай орналастырамыз. Тығыздап осылай салыңыздар. Енді осының үстіне бір ас қасық тұз саламын. Және де бір ас қасық қант саламын. Осылай тұрсын. Енді мен екінші банкамды толтырамын. Дәл осылай толтырасыздар екінші банкаларыңызды. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Және де бетін өзінің крышкаларымен былай жауып қойыңыздар. Осылай 10 минут тұру керек. Енді 10 минут тұрғаннан кейін біз қайтадан осы кастрюльге қайтадан суын құямыз. Және де осыны отқа қоятын боламыз. Мен қайтадан плитаға қойдым. Енді осыны қайтадан қайнаған күтетін боламыз. Крышкасын жауып қойыңыздар тезірек қайнау үшін. Міне достар, біздің рассолымыз қайнады. Енді осының тұзын кішкене қараңыздар. Қатты ащы болып кетпеу керек.
Және тұзы аз болып қалмасын. Достар, сізге видеом ұнап жатқан болса, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің жаңа видеоларымды өткізе алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Енді осы жаңа қайнап тұрған рассолымызды жаңағы банкамызды құямыз. Және үстіне жаңағы бір ас қасық уксусымызды құямыз. Және де сразу осы нені жауып тастайтын боламыз. Банканың крышкасын жауып тастаймыз. Міне достар, мен жауып тастадым. Енді осыны былай басын төмен қаратып, төңкеріп, үстін жаңағы одеялмен жауып тастаңыздар. Және жылы жерге қойып қойыңыздар. Осы де бір түн тұру керек. Сосын уже қысқа сақтай беретін боласыздар. Және бұл ұзақ сақталады. Және бұл атылып кетпейді. Осы рецептпен дайындап көріңіздер достар. Өте қиярларыңыз өте керемет дәмді болып шығады. Міне достар, біздің қиярларымыз дайын болды. Осы бір түн тұрды менде. Енді осыны қараңғы жерге сақтап қойсаңыздар болады. Немесе погребтарыңыз бар болса, погребқа сақтап қойға да болады. Және де рецепт ұнаған болса, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа рецепттерін өткізіп алмас үшін. Және де маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер достар. Алда әлі керемет рецепттер болады. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.